қалайша көңіліңді пәс қылады. Сүйінбекті ағамыз той жасады, төріне шығарып тіл бас қылады. Ассалаумағалейкум қырғыздарым, ақ қалбаққа толтырған Москваны ба, Төрттіліктің жуасы қой екен ғой, ең үлкені түйенің бойы екен ғой. Мәвлидан нәбәйін деп шақырғаны жай ғана көпшіліктің ойы екен ғой. Пайғамбар мәуліді деп келіп тұрсам, мүфтидің баласының тойы екен ғой. Ендеше айтар сөзім әділ болсын, жүректе иманымыз кәміл болсын. Нұрулла мен Құлбынай отау құрды, таусылмас несібесін тәңір берсін. Убайдулла ұстаздың батасымен балалары шетінен дарын болсын. Жоқ дегенде Ресейге мүфти болсын, бүкіл үммет танитын ғалым болсын. Көпшілікке айтарым Рамазанда қармаған уағыз қабыл болсын. Біз көрдік Нұруллах пен Құлбынайды, болады Алғабашқа бұл күн әйгі. Айтқанын ұстаздардың тыңдамасақ, жанымыз сынақтарға шырқырайды. Сондықтан да жүрсек те қай шаһарда ұлықтайық әрқашан бір Құдайды. Екі жас бір Құдайды ұлықтаса, қалайша жүрегімнен жыр тумайды. Молдалардың батасы қабыл болса, құрсағында бір қари ұл тулайды ма?